Достар, мен сіздерді бешбармақ жасайтын әдісімен үйрететін боламын. Етімізді қазанымызға салып, бір қайнаған соң көбігін алып тастаймыз. Қайнап атқан сорпамызға бір бокал салып жіберсеңіздер, еттеріңіз өте жұмсақ болып шығады. Ұнымызды елеп дайындап алған ұнымызға еттің сорпасы мен қамыр егесеңіздер, өте дәмді болып шығады. 5 минутқа тұндырып қойып, қайта тағы бір елеп шығамыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте күшті болып, әдемі болып шығады. Ұнаса лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Тағы 5 минутқа тұндырып қойып, 2 зуала қамыр жасайтын боламыз. 2 бөлшекке бөліп, жақсап елеп, мінекей жып-жылтыр зуала болып шықты. Және подливкасына пияз және помидор қосып, еттің сорпасынан құйып қайнатып аламыз. Дайын болған қамырымызды жайып шығатын боламыз. Әдемі екі жағынан басып, елеп, мінекей өте күшті қамыр болып шықты, жып-жылтыр. Сіздер де жасап көріңіздер. Және етіміз дайын болды, сүзіп алып, қамырымызды салып шығамыз. Қайнап тұрған сорпамызға қамырымызды салып, етімізді дайындап алып, мінекей қамырымыз қайнап шықты, мұздай су құйып, түсіріп алып, мінекей ас болсын.